Сәлем достар, эфирде Барыс Медиа және мен Назерке Лабихан. Бүгін біз Симферополь қаласының абақтысында отырған отандасымыз Туран Устюгов жайлы әңгіме қозғамақпыз. 18 жас, кәмелет жасқа толса да әлі де есейіп ақыл толысатын кез емес. Жастық шақтың буымен, қызбалықпен болашағына балта шабатын іс-әрекет жасаудан ешкімде сақтанбаған. Қанаты қатаймаған баланы дұрыс жолға сілтеп, өмірдің ақ қарасын түсіндіру әрине әке-шешенің міндеті. Десек те, дәл қазіргі таңда интернеттің дамығаны соншалық, қазіргі балалар тәрбиенің жартысын дәл сол интернеттен алады десек, артық айтпаған болармыз. Ал түрлі әлеуметтік желіде отырып, психикасы қатаймаған жас ұл қыздарды арбап, алдап құрығына түсіруді кәсіп қылып алғандарды жетерлік. Бүгінгі репортажымызда дәл сондай жас жігіттің оқиғасын баяндамақпыз. Устюгов Туран Павлович 2005 жылғы туылған. Интернетте көп отыратын болды да. Қазір үлкен адамдардың өздері интернетті дисциплинировать етудің өзі оңай емес қой. Жаңағы балама сен көп отырма интернетте, жаңағы спортпен айналыс, былай деп бағыттап айтып отырдым, сөйлестік көп. Бірақ бір ағымға түсіп кетті да, бір жылдай біреулер басын қатырып жүрді. Устюгов Туран есімді Қазақстан азаматы, анасы Эльмираның айтуынша, қазіргі таңда Қырым қаласында абақтыда жатыр. Небәрі 19 жасар жігіттің мойнына 3 бірдей ауыр қылмыстық айып тағылған. Мұндай жағдайға Туран қалай тап болды? Соғысқа аттанамын деген ой жас жігітте не себепті туындады? Бағдарлама барысында айтатын боламыз. Жас өспірім кезінде жаңағы көрші кісі болған, педофил екен. Біздің бірінші Алматы районында жаңағы көп жыл ұл балаларды зорлап келген екен. Оны біз білмегенбіз. Бірақ балаларымды ойлап, сол район ұнамағаннан мен Әуезов районына көшіріп алып кеткем. Одан кейін жаңағы көрші, мен балам өзімен бірге өскен балаларға қонаққа барады ғой іздеп. Сол кезде жаңағы дядя Боря деп үйіне барған екен. Сол дядя Боря мен баламды 7-ші классында зорламақшы болған. Сол травмадан кейін ол маған айтпайды, сондай травма болған. Сосын бұның мінез құлқы өзгере бастағаннан кейін мен мектепке барам, психологтармен жұмыс жасайық, бір түрлі болып жүр балам деп уайымдаймын да. Сөйтіп барып сөйлесіп жүреміз, ол айтпайды. Кейін колледжға түседі балам, нархозға, финанс факультетінде оқиды. Сол кезде де сол жерде жаңағы психолог бар колледжда, Қанағат деген кісі, жақсы кісі. Сол кісі ер адам болған соң мен балам ашылып айтады оған. Жаңағы көрші мен зорламақшы болды, мен әрең қашып құтылдым деп. Сол травмасын кесірінен мен балам жаңағы өзін бір қиындықтар болардың алдында сол өзін қорғау үшін бір заттарды істейтін болды. Жасөспірім кезеңде басынан өткерген бұл сұмдық жағдай Туранның психикасына айтарлықтай әсер етіп, оның мінез құлқы өзгере бастаған. Арада біраз жыл өткеннен кейін әкесі көз жұмып, психикалық жағдайы одан әрі нашарлап кетіпті. Кейіннен дәрігерлер оған шизоидтық бұзылу диагнозын қойған. Анасы ұлым психикалық тұрақсыздығының кесірінен танымайтын біреулердің арбауына оңай түсіп, бүгінде опық жеп отыр деп қаймығады. Сосын біз екеуміз көп сөйлесетінбіз, мен түнгі сағат 3-4-ке дейін сөйлесетінбіз. Ол өзінің ойларын айтатын, жаңағы көрші елдерді айтатын, жаңағы Россияға жаны ашитын, сондай бір осындай жаңағы билікте отырған адам бүкіл халықты құртты, сондай заттар. Сосын мен айтатын, енді ол біздің ел емес, сенің мақсатың жаңағыдай өсіп, өніп, дамуың керексің, білім алу керексің, елге қызмет ету керексің, сондай әңгімелер айтып түсіндіретінмін. Бірақ ол жаңағы чатта отырғандардың бірінші жасаған жұмысы, ол әйел адам авторитет емес деп үйреткен біріншіден. Жаңағы сенің мамаң ол авторитет емес,
сондай. Сосын ол менің айтқан ақылдарымды, менің уайымымды ол нетпеді, қабылдамады ғой. Ол ойлады ғой, бұл бірдемкені түсінбейді. Жаңағы интернеттегі адамдар, солар бәрін біледі деп солар тыңдады. Мен оған көп айттым, сол қайдағы бір танымайтын адамдарды тыңдауға болмайды, ол саған жақсылық ешкім ойламайды саған деп солай уайым болды ғой. Тұран анасының колледжді аяқтап, әрі қарай жоғары оқу орнына түсіп, біліміңді жалғастыр деген ақылын тыңдағысы келмей, интернеттегі бөтен адамдармен қарым-қатынасын жалғастыра берген. Уақыт өткен сайын оның өмірге деген көзқарасы өзгеріп бара жатқанын байқаған анасы, ұлын райынан қайтару үшін барлық шараларды қарастырып көрдім дейді. Әскерге алындаршы деп, мен комитетпен тағы сөйлестім, айттым, енді мен баламды әскерге жіберейік деп. Олар айтады, сіздің балаңыз соғысам деген, соғысқа барам деп айтқан, ондай балаларды әскерге алмайды деп шықты. Мен айттым, енді ол жер қару ұстатуға болмайды қолына. Енді қару ұстатпайтында әскер бар шығар, андай бір связист дейді, бір машине айдайды, қандай бір стройбаттар бар, сондай бірдемкеге кіргізейік, мен балам кішкене ақыл берсін, өзгерсін психологически деп. Оған да болмайтын болды. Одан кейін мен айттым, онда мен баламды 2-3 аптаға түрмеге жауып тастайық. Жаңағыдай көрсін, осындай адамдар бар екен өмірде, қиындық көрмегендіктен, қиындық көрсін, сосын кейін ақыл кіріп ойланатын шығар, маған керек емес соғысқа барып деп. Баламды құтқарамын деп басы қатып жүрген Эльмира соңғы уақыттарда Тұран тіпті ешкімді де тыңдамайтын болып кетті дейді. Біреудің гипнозына түскен адам секілді туыстарының да, достарының да, отбасы мүшелерінің де сөздерін мүлде құлаққа ілмейтін болған. Амалы таусылған анасы баласын Корей елінде тұратын құрбысының қолына жұмысқа жіберуді көздейді. Билет алып бердім, Кореяға бара берсінші деп. Сөйтсем, мен балам Кореяға бармай, үйден қашып кетіп, Қырғызстан арқылы неге кетіп қалады ғой, Крымға кетіп қалады. Қырғызстаннан Москваға ұшып барады, Москвадан қаншама мың километр автобуспен Крымға келеді. Крымда ол бір жарты күнде болмайды, жаңағы ФСБ бірден ұстап алады бұны. Бұның телефонында жаңағы РДК мен Азов деген организацияларға мен соғысқа барам деген толтырылған анкеталар бар екен. Қатты уайымдап, сен қайдасың деп қайта-қайта телеграмына жаздым. Сол кезде ол түсінді, Крымға келгенде ол түсінді, что соғысқа барғысы келмейтін, ол үйге мен қайтайын деп ойлаған ғой. Ол маған жазды: мама, прости меня, я тебя люблю, менде бар жазылған. Мен скоро приду домой деп. Ол үйге қайтайын деген ғой. Сосын жаңағы ФСБ-ға түсіп қалып тұрды. Ол ешқандай да қылмыс деген жоқ. Менің балам қолына қару ұстаған жоқ, мысалға. Құр анкета толтырылған, жаңағы чатта адамдармен байланысқан, жаңағы Украина ма, РДК ма, Азов па, сол адамдармен сөйлескен. ФСБ болса 18 жастағы баламды қинап, тоқпен соғып, ұрып, неше түрлі жасап, қол қойдырып алды. Терроризм, сосын кейін экстремизм, сосын кейін шпион жасап қойыпты менің баламды. Кез келген адам қол қойып береді, жаңағы қылмыс жасадым деп мойнына алады. Өйткені олар солай қорқыныш арқылы адамның өміріне әсер етіп тұрды. Біздің Қазақстан Республикасының Конституциясында ең маңызды адам деп жазылған. Бірақ біздің жаңағы МИД, сыртқы істер министрлігі Крымға барған жоқ. Мысалға, мен балам артынан, балама ешқайсысы барған жоқ. Тек айтатындары: сіз шум көтермеңіз. Мен ұйқым жоқ, күндіз күлкім жоқ, не тамақ іше алмаймын, не ұйықтай алмаймын. Мысалға, балам үшін. Мен қалай үндемей отыру керекпін?
Осы орайда аталмыш іске қатысты адвокаттың да пікірін сұрап көрдік. Маманның айтуынша, Қазақстан азаматы өзге елде қамауға алынған жағдайда Сыртқы істер министрлігінің жергілікті өкілі түрмеге барып, отандасымыздың жағдайынан хабардар болуға міндетті екен. Алайда Тұранның анасы осы уақытқа дейін ұлымның жағдайын білуге бірде-бір адам бармады деп қынжылады. В том, что гражданин Казахстана Қазақстан азаматы шетелде жүріп мұндай қайғылы оқиғаға тап болған жағдайда, анасының айтуынша, Сыртқы істер министрлігінен ешбір көмек көрсетілмегені үлкен олқылық болып табылады. Себебі Қазақстан Республикасының Конституциясында көрсетілгендей, мемлекет өз азаматтарын тек елдің ішінде ғана емес, шетелде де қолдап, қандай да бір қиындық туындаған жағдайда көмек көрсетуге міндетті. Ал абақтыға түскен қазақстандықтарға министрлік өкілдігі барып, хал жағдайын білуі тиіс. Тұранның анасы баласын түрмеде тоқпен қинап, ұрып соққанын айтып отыр. Сондай-ақ, оны аштықпен ұстап, қатыгездік танытқан екен. Себебі Ресей мемлекеті соғыс басталған бойда әлемдегі барлық келісімшарттан бас тартқан болатын. Сол себепті де халықаралық қауымдастық бұл жағдайға айтарлықтай әсер ете алмайды. Мен Крымда баламды жаңағы 72 сағат қалған кезде адвокат алдық интернеттен. Ол жерде бір көп адвокатпен сөйлестік. Олардың бәрі бас тартты, өйткені айтады, сенің балаң біздің елге қарсы соғысайын деген, біз ондай адамды қорғамаймыз деді. Ресейдің адвокаттары. Сосын біз жаңағы бір адвокатпен келістік. Ол адвокат ақшасы 450 мың рубль, почти 4 миллион жібердім ғой. Бірақ ол адвокат жетіскен адвокат емес, айналып келгенде. Ол жаңағы следователь жаққа қарай өтіп кеткен. Первый человек, который находится рядом. Темір торға қамалған адамның жанына бірінші болып табылатын және туыстарымен, отбасымен қандай да байланыс орнатуға мүмкіндік беретін адам ол адвокат. Білікті маман өзі қорғауға алған адам мен оның ата-анасының талап тілегін бір-біріне жеткізе білуі тиіс. Ал Эльмираның айтуынша, Қырым қаласынан жалдаған адвокат Тұранның отбасынан қомақты қаржы алса да, олармен дұрыс сөйлеспей, аталмыш іске бел шешіп кіріспеген. Тұранның анасы адвокатқа 4 миллионға жуық қаражат бергенін айтып отыр. Бұл аз сума емес, сондай-ақ жергілікті маман тағы үстеме сұрап отырғаны мүлдем миға қонымсыз. Баламды қайтсем де абақтыдан алып шығамын деп жанұшыра жүгіріп жүрген анасы 3 айдың ішінде қақпаған есігім қалмады дейді. Ал жергілікті құқық қорғау органдарына деген өкпесі қара қазандай. Мен балам бүкіл документтерін алып кетті, құжаттарын. Мен оның мамасы екенін дәлелдей алмай қалдым. Өйткені копияларды алмапты да. Сосын мен ровдыға барып, мен балам сотталмаған, психдиспансер, наркодиспансер деп болмаған, сол қағаздарды шығарып беріңіздер. Мен Россияға жіберем, жаңа ходатайственный письмо бәрін жинайым дегенде, мен 2-3 күн жүрдім. Мен соншалықты олар мазақ қылғандары ровдыға, Ауезовский. Қағаздарды бермей, база істемей тұр, сондай заттар істеді. Мен айтам, сендер басында келіп жүргенсіңдер, баламен сөйлескенсіңдер, сол туралы жазыңдар деп. Біз көмектестік, солай деп айтыңдар деп. Олар қашты. Здесь необходимо Елшілік қызметкерлері Тұранға барып кездесіп, оның жағдайын біліп, анасына жеткізуі тиіс. Тым болмағанда, Қырым қаласында қиындыққа тап болған қазақ азаматын барынша қорғайтын білікті адвокат жалдауына көмек көрсетуі қажет еді. Білікті маман қылмыстық істің мән-жайымен толық танысып, бүге-шүгесіне дейін анасына түсіндіріп хабар беріп отыру керек. Себебі баласының болашағына алаңдаушылық білдіріп отырған анасына дәл қазір білікті адвокат өте қажет. Әрине, бұл жерде заң бұзушылық әрекеттер бар, десек те, істің анық қарасын әлде анықтау қажет. Өткен жылдың қазан айында қамауға алынған Тұран мен Эльмира бір рет қана сөйлесуге мүмкіндік алыпты. Бар жоғы 10 секунд қана баламның дауысын естіп үлгердім деген анасы маған қоңырау шалып, мені мұнда ұрып соғып жатыр, мені өлтірейін деп жатыр деп айтқан екен. Тергеу изоляторында Тұранмен бірге 2 Украина азаматы және 1 қырғыз азаматы отыр. Мен ұлыммен адвокат арқылы сөйлесем,
Ол жерде түрмеде зона телеком деген бар. Зона телекомға Россияның номері керек. Мен регистрация жасай алмадым біздің номермен. Олардың несіне служба поддержкасына жаздым. Мен регистрация жасап беріңіздерші деп. Бірақ Қазақстан номері регистрация өтпейді екен. Сол жерде бұларды аштықпен ұстап отыр да, андай құр ескі көгеріп кеткен нанды суға шылап береді екен. Соған байланысты мен ай сайын жаңағы Қырғызстан азаматын аты жөнін біліп алдым да. Соның атына 30 килограмм тамақ, өзім балам атына 30 килограмм тамақ ай сайын шамам келгенше бір жібергенін 175 мың жаңағы бір тамақ алып берген. Өйткені жаңағы Крымда организация бар, түрмеге тамақ кіргізетін. Олардың қызметі ай сайын 4500 рубль болады. То есть солай төлейм бір адам үшін. Екі адамға жаңағы 9000 теңге төлейм услугаларына. Тамаққа ақшаны бөлек жіберем. Жаңағы доширак, сосын колбаса, потому что ол ішінде тамақ істей алмайды олар. Сосын сәбіз, пияз, сосын чеснок, сармай, сосын нан, сондай тамақтар алып бергіздірем. Өйткені оларды аштан ұстап отыр. Ол жерде Ресейде адам құқығы әбден бұзылған. Ол жерде түрмеде отырған адамдарды жаңағы аштықпен ұстап отыр, тамақсыз. Сосын ол жерде жаңағы адамдарды ұрып соғу дейді ғой, қалай қинау, сондай процестің бәрін жасап отыр олар. Сосын ол жерде мен күнде уайымдайтын, балам көрем ба, көрмейм ба, сол маған уайым болып тұр да. Енді балам тірі қалады ма, қалмайды ма, мен балам өмірін ойлап қатты қиналып жүрмін. Здесь один момент, один нюанс. Бұл жердегі басты нюанс ол РДК және Азов атты чаттар біздің елімізде террористік топ ретінде танылмаған және бұл топтарға жазылуға тыйым салынбаған. Алайда Ресей мемлекетінде мүлде басқаша. Әлеуметтік желідегі мұндай топтарға жазылу қатаң тыйым салынған және экстремистік топ деп танылған. Дәл осы жағдай Тұранға қатысты қылмыстық істе үлкен мәселе тудыру мүмкін. Сол себепті де Ресей қазақ азаматын елге экстрадациялауға келіспеуі әбден мүмкін. Немесе Қазақстан Республикасы өз азаматын елге қайтару үшін саяси козыр болуы тиіс. Әрине, біздің елде де терроризмге қатысты қылмыстық кодекс бар. Алайда егер Тұран дәл сол РДК және Азов чаттарына анкета толтырған үшін жауапқа тартылатын болса, бұл іс біраз шиеленіске түсуі мүмкін. Осы орайда бізде анасына Қырымға баруға не кедергі болды деген сұрақ туындап еді. Соғыс болып жатқан аймаққа екінің бірі оңай барып келе алмайтыны белгілі. Десек те абақтыда жатқан ұлын бір көру үшін анасы кез келген кедергіні өтіп барар еді. Бірақ әттеген-ай дейтін жағдай болып тұр. Ресей менің семьямды террористер жасап қойды. Мен Россияға кіре алмаймын, өйткені мен кірсем, мен сотталады екен. Комментарийда біз жазғанбыз да, Фейсбукта, соғыс басталғанда қарсылығымызды білдірдік. Жаңағы да, неше түрлі комментарийлар жаздық, ондай бір ойлаған жоқпыз ғой. Олар қаншама жылдан бергіні тауып алып, мынау семья фашистер бізге қарсы деп, менің семьямды солай жасап қойған. Мен енді Ресейге кіре алмайды екен. Кірсем, мен сотталады екен. Ұлымды құтқаруға әлі де мүмкіндік бар деген Эльмира барлық амал тәсілді қарастыруға дайын екенін айтады. Алайда жалғыздың үні шықпас деген бар. Мені қолдап маған көмек қолын созатын азаматтар әлі де табылатынына сенімдімін деген ана, ағымдағы жылдың наурыз айына жоспарланған сот отырысына дейін ұлымды елге қайтарғым келеді дейді. Және ең бастысы, балама жан ашитын Қырымда лицензиясы бар білікті адвокат табылса екен деген тілегінде жасырмады. Мен баламен нақты сөйлесіп, қорықпа, сен шыныңды айт, солай мен жаңағы соғысқа барайын деген райымнан қайтып, үйге қайтайын дегенмін деп, қорықпай айт деп айтқыздыратын адвокат керек. Ол жерде мен балам қорқып тұр.
Бұлар қайта ұрып, алдында біз адвокат алған кезде, адвокат барған кезде баламды күнде ұрған екен. Сол кезде мен балам просто сөйлей алмайды, просто көзінен жас аға береді, жылап отыра береді екен, да, сондай. Потому что олар енді 18 жастағы баланы ойына келгенін істесе, психологически мен қатты уайымдадым, что өзін өлтіріп тастайды ма. Сол үшін депутаттардан көмек болмай тұр. Құр сөзбен айтып осылай қояды, бәрі жоқ болып кетеді. Бірақ мен ойлаймын, біздің елде зиялы, керемет азаматтар бар деп, ер адамдар. Как бір команда сияқты ма, бір зиялы 5-6 адам команда сияқты болсақ, мысалға, мен жалғыз болмай. Сол жерде бірге ойластырып, дұрыс десек, мен баламды сотқа жеткізбей алып шығуға болады негізінде. Просто мен өзім жалғыз болып тұрмын да. Осындай ауыр жағдайға мен өзім тап болдым, өзім балам туралы. Маған мені соттап керек емес елгеші. Көп заттар жазады ғой, неше түрлі. Дұрыс қарамағансың, дұрыс тәрбие бермегенсің, сондай деп. Мен елден сұрайтыным, мені түсінгендеріңізді қалаймын. Өйткені ол мені соттағанмен ол жерде ештеңке өзгерілмейді. Мен балам ақмақтық жасады, мен баламды құтқару керек. Экранның сыртынан сын айту әркімнің де қолынан келеді. Алайда жағдайдың қаншалықты қиын екендігін тек басына түскен адам ғана біледі. Жастықпен жасалған қателік болашағына балта шаппай, мүмкіндігінше іс оңына қарай шешіледі деп үміттенеміз. Бұл іске қатысты өзіңіздің ойыңызды пікірге жазып, лайк басып, арнамызға жазылуды ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге болған Назерке Лабихан, Байсейіт Ысқақов, арнайы Барыс Медиа үшін.